Ассалаумағалейкум баршаңызға. Арнама қош келдіңіздер. Ұзақ уақыттар бойы жол апатына түсуіме байланысты арнаға шығып қойдым. Омыртқаларым бәрінде грыжа болатын, және мойын омыртқамды сол апатта үзіп алғыздадым. Соның салдарынан ұзақ уақыттар шықпадым. Енді ең бірінші біз мойын омыртқадан бастайық бүгінгі жаттығуымызды. Бірінші жаттығуымыз басты алдыға, барынша артқа, арқаға тигізу немесе алдыға кеудеге тигізу әрекетін жасаймыз. 5-6 рет жасаймыз осыны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рет осыны жасасаңыз жетіп жатыр. Екінші жаттығу белімізге қолымызды қоямыз да оңға, солға, дәл сол жаттығуды басымызды иығымызға тақау әрекетіне тырысамыз, тақауға, оңға, солға майыстырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп. Енді үшінші жаттығуға көшеміз. Қолымызды алдымызға қойып, басымызды барынша ары бері айландырамыз. Айландырғанда алды жаққа ғана. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Әрине бұл жаттығулар жай ғана дені сау адамға қарапайым жаттығулар болып есептелгенмен, осындай дүниеге душар болған адам немесе мойнында грыжасы бар адамға өте кішкене ауыр салмақ тигізеді. Сондықтан ақырындап баппен жасаңыздар.